Бүгін Алпыс ақсақал қалған жеміс-жидектерін жинау үшін қала сыртындағы саяжайына барған еді. Ол өзінің пәтеріне ұры түседі деп ойламады. Қарт адам үйінде небәрі 8 сағат қана болған жоқ. Ал зейнеткер үйіне қайтып келгенде ол есінен танып қала жаздады. Үйдің ішінде заттардың бәрі төңкеріліп шашылып жатты. Олар қымбат заттар іздеген сияқты. Қарапайым адамның үйінде ондай заттар қайдан болсын. Бірақ олар сонда да ол үйден сатуға болатын заттарды алып кетіпті. Полиция келген кезде қария үстел басында отырды. Оның қолында бос қорап болды. Отбасылық құнды жәдігерлердің бәрін алып кетіпті. Әке-шешемнің медальдары да бар еді. Қазіргі адамдарға не жетпейді өзі, деп жылап отырды. Лейтенант оған жақындап, сіз бәрін тексердіңіз бе? Мүмкін тағы да басқа құнды заттарыңыз жоғалған шығар. Алпыс ақсақал оған бір парақ қағаз берді. Міне, мұнда бәрі жазылған, бірақ қатты қымбат ештеңе жоқ. Бұл менің ата-анамнан қалған естелік заттар. Тәртіп сақшысы тізімді қарап таңғалды. Иә, шынымен де қатты құнды ештеңе жоқ екен, бірақ олар мұның өзін алып кетіпті. Пәтерді тексергеннен кейін полиция қызметкерлері хаттама толтырып, көршілерінен жауап алып кетіп қалды. Енді ұрылардың қолға түсуін күту ғана қалды. Оларды ұрланған заттарды сату кезінде қолға түсірмесе ұстай алмайтындары анық. Бірақ бұған да Алпыс ақсақал көп үміт артпады. Өйткені оның заттарын зергерлер сатып алмайтыны анық. Ол заттарды тек базар арқылы заңсыз сата алады. Оларды ұстау үшін ломбардқа отбасылық жәдігерлерді өткізгенше күту керек. Бәрінен бұрын қарияның барлық зейнетақысын үйде қалдырғаны жаман болды. Ол әлі азық-түлік сатып алып үлгермеді. Енді келесі айға дейін қалай күн көретіні белгісіз. Бір сағаттан кейін оған көрші әйел келді. Алпыс, мен білген бойда саған жүгіріп келдім. Бұлар қалай тапа-тал түсте ұрлыққа түсіп жүр? Мен небәрі үйде 2 сағат қана болған жоқпын. Сен білесің ғой, мен әрқашан біздің үйге кімнің келіп, кімнің кететінін қарап бақылап жүремін. Қария басын изеді. Саған ешқандай өкпем жоқ. Сенің барлығына бас-көз болып қарап жүретініңді білемін ғой. Бірақ сол кезде бұл үйдегі басқа тұрғындар қайда қарады? Мен мысалға, қазір олардың көпшілігінің үйлерінде екенін білемін. Алайда ешкім шығып, ұрыларды пәтерден қуып шықпаған. Оны қойшы, тіпті оларға ешкім назар аудармаған. Енді мен келесі айға дейін қалай өмір сүремін? Олар менің бүкіл зейнетақымды алып кетіпті. Көрші әйел оған қарап, зейнеткер қарияны аяды. Бірақ ол да оған көмектесе алмады. Алпыс ақсақал орнынан тұрып, мен қайта саяжайға кетемін. Ол жақта аш қалмаймын. Нан алуға әлі ақшам бар. Кейін бір жөні болар. Оны көрші әйел тоқтатты. Сен ол жаққа баруға әлі асықпа. Қазір полиция қылмыскерлерді іздеп жатыр. Оларды ұстап алса, заттарды анықтау үшін сен қажет боласың. Егер ақшаң таусылса не істейсің? Саяжайдан жаяу келесің бе? Зейнеткер бұл туралы ойлаған жоқ еді. Нәтижесінде ол бәрібір бір күнін саяжайдан мүмкіндігінше көкөністер мен дайын жабылған салаттарын әкелуге жұмсауы керек. Күні бойы Алпыс ақсақал пәтерін ретке келтірді. Содан соң жалғыз ұлынан көмек сұрай алатыны туралы ойлады. Бірақ бұл ойынан бірден бас тартты. Жақында ғана олар ұрсып қалған еді. Ғани әкесіне бұл үйді менің атыма аударып бермедің деп ашуланды. Қария оған әлі тірі екенін, жағдайым нашарлап, ана дүниеге кететін уақытымның аз қалғанын сезген бойда аударып беретінін айтқан еді. Ұлы бұған келіспеді. Сондықтан Алпыс ақсақал ұлына қоңырау шалудың еш мағынасы жоқ екенін түсінді. Енді ақсақалдың жағдайы қиын. Өйткені бүгін болмаса ертең
дәрі-дәрмектерге ақша қажет болады. Оның жинаған ақшасы да жоқ. Өйткені ол өзінен артылған ақшаларының бәрін немерелеріне бөліп береді. Марқұм әйелі тірі болғанда, ол қазір енді не істеймін деп басын қатырып отырмас еді. Көрші әйел Алпыс ақсақалға айтпай, оның ұлы Ғаниға қоңырау шалып, әкесінің үйіне ұры түскенін хабарлады. Бірақ ол қолы бос емес екенін айтып, егер уақыт болса барып қайтамын деп тұтқаны қоя салды. Көрші әйел Алпыс ақсақалдың ұлынан бұндайды күткен жоқ. Әкесі оны бағып-қағып өсіріп көмектесті. Енді оның өз қолы өз аузына жеткен соң, әкесі ешкімге керек емес болып қалды. Қария үйін жинап болған соң, саяжайға баруға қайта жинала бастады. Бір кезде жерде жатқан әйел адамның түйреуіші көзге түсті. Қария еденнен түйреуішті алып қарады. Өте қымбат бұйым емес сияқты. Біздің үйде ешқашан бұндай бұйым болған емес. Полицейлердің оны көрмей қалғандары таң қалдырды. Немесе олар жай ғана ештеңе істемей, іздегендей кейіп танытқан сияқты. Алпыс ақсақал түйреуішті жоғалтып алмас үшін қалтасына салып алды. Ол саяжайға барып, 2 күнін жабылған банкілерді жинау үшін арнады. Оның көршісінің көлігі болғаны қандай жақсы болды. Ол заттарын қаладағы үйіне апаруға көмектесті. Түстен кейін зейнеткер қайтып үйіне келді. Үйдің кіреберіс есік алдында көрші әйел күтіп тұрды. Сен мені күтіп тұрсың ба? Егер сөйлескің келсе ішке кір, дәлізде сөйлескеніміз болмас. Олар бірге оның пәтеріне көтерілді. Ішке кірген бойда көрші әйел, сен маған ренжіме, бірақ мен Ғаниға қоңырау шалдым. Сенің үйіңе ұры түскенін айттым, бірақ мен оны түсіне алмадым. Ол қолым тисе, саған соғып кетемін деді. Алпыс ақсақал оған ашуланып қарады. Саған оған кім қоңырау шал деді? Ғани екеуміз ұрсып қалғанбыз. Ол бәрібір келмейді. Жарайды, мен ол туралы сөйлесуге уақытым жоқ. Одан да жай тұрмай, маған мына көкөністерден бірдеңе жасауға көмектес. Бірнеше күн бойы зейнеткер әйтеуір бірдеңе қылып күнін көрді. Бірақ бақшада дәрі-дәрмек өспейді. Таныстарынан көмек сұрауға ұялды. Оның осыған дейін ешкімге күні қараған емес. Енді ол бар ақшасын жоғалтты. Бұған енді ешкім сенбейді. Мұндай жағдайда не істеу керек? Қайыр сұрайын ба? Жоқ, ешқашан. Алпыс ақсақал бұл нұсқаны бірден ойынан шығарды. Мен аштан өлсем де, ешкімге ешқашан алақан жаймаймын. Оның қайыр сұрауға намысы жібермеді. Алайда тағы да бірнеше күн зейнеткер бұл азапқа шыдады. Бірақ содан соң еш күші болмады. Құрметті тыңдарман, менің видеоларымды 74% адамдар каналға тіркелмей көреді екен. Өтінемін, еңбегімді бағалаңыз. Каналға тіркеліп, әңгімені соңына дейін тыңдаңыздар. Тілі жоғалған ұлттың өзі де жоғалады. Қазақша каналдардың көбеюіне өз үлесіңізді қосыңыз. Үмітсіздіктен Алпыс ақсақал өзінің ең жақын досына қоңырау шалды. Ол не болғанын сұрады. Алпыс ақсақал үйін тонап кеткенін айтты. Оның құрдасы, үйге кел, күтемін деді. Қария тез жиналып құрдасының үйіне барды. Олар студент болғанда жатақханада бірге тұрған. Кейін бірге бизнесте бастады. Бірақ Алпыс ақсақал мектепке жұмысқа тұрған соң дұрыс араласпай кетті. Қазір екеуі де зейнетке шыққан. Құрдасының үйінде әлі күнге дейін бұрын ағаштан жасаған қолөнер бұйымдары бар екен. Оларды көрген Алпыс ақсақал, мен өзімнің жасаған бұйымдарымның бәрін таратып жібердім. Ал сен, менің ойымша, естелік болсын деп алып қалған сияқтысың. Құрдасы басын изеді. Иә, мен біздің жастық шағымызды ұмыта алмаймын. Жатақханада екеуміз бір нанды бөліп жедік. Сен содан соң үйленіп кеттің. Ал мен өмір бойы жалғызбын. Үйленбей қалдым. Жас кезімде үйленіп алуым керек еді. Айтпақшы, сен жаңа үйге ұры түсті дедің бе? Көп нәрсе ұрлады ма?
Алпыс ақсақал орындықта отырды. Иә, қалай айтсам екен, барлық зейнетақымды ұрлап кетті. Мен саяжайға кеткенде бар ақшамды үйде қалдырғанмын. Бірақ одан бұрын көзімнің қарашығындай сақтаған қорап ішіндегі отбасылық жәдігерлердің жоғалғанына қатты қынжылдым. Олар маған өте қымбат еді. Әсіресе ата-анамның медальдары жоғалғанға ішім ашиды. Мен оларды үйде қауіпсіз жерге жасырғанмын. Оларды сақтай алмадым. Енді қалай қайтаруға болатынын тіпті білмеймін. Досы шай әкеліп үстелге қойды. Шай ішіп біраз тыныштал деді ол. Содан соң оған аз-маз ақша берді. Көмектесіп қолдағаны үшін алпыс ақсақал алғысын білдірді. Сен болмасаң қайтер едім. Олар ананы мынаны айтып, тағы біраз әңгімелесті. Содан кейін алпыс ақсақал қоштасып кетіп қалды. Үйге дейінгі барар жолда ол бұл ақшаның қанша уақытқа дейін жететінін есептеді. Бұл ақшаға тағы бірнеше күн өмір сүруге болады. Алайда дәрі-дәрмектерін алуға жетпейді. Сол кезде басына манағы бір ой келді. Мүмкін қайыр сұрармын. Сол кезде маған адамдар көмектеседі. Бірақ алпыс ақсақал басын шайқады. Жоқ, мен мұны жасай алмаймын. Ол 90-шы жылдары әйелі екеуінің қалай өмір сүргенін есіне алды. Жағдайлары соншалықты қиын болса да, олар ешқашан қайыр сұраған емес. Ал қазір жағдай оған қарағанда жақсы. Тек сезімге берілмеу керек. Ақсақалдың көзі жасқа толып, енді не істерін білмей, көше бойымен ақырын келе жатқан еді. Бір кезде оның жанына бір шетелдік көлік тоқтады. Ішінен бір ірі денелі, әдемі киінген адам шығып, «Ассалаумағалейкум, Алпыс Қалиұлы, сіз мені танымадыңыз ба? Бұл мен ғой, Әрсен, сіздің бұрынғы оқушыңыз». Зейнеткер оған мұқият қарады, бірақ бәрі бірде оны тани алмады. «Кешір балам, бірақ мен сені танымадым. Көп балаларға сабақ бердім. Бәріңді есімде сақтай алмаймын». Әрсен сәл тұрып, желкесін қасып есіне алды. «Білесіз бе, бірде мен бұзақылық жасап, сіз мені түрмеге түсуден құтқарып қалып едіңіз. Менімен бірге полиция бөлімшесіне бардыңыз. Содан соң капитаннан істі жабуды сұрадыңыз». Алпыс ақсақал қабағын түйіп, «Иә, менің есіме бірдеңе түскен сияқты. Қателеспесем, содан кейін сен маған ағаң екеуің бірге келдіңдер». Ер адам басын төмен түсіріп, «Ол енді бұл өмірде жоқ» деді. «Алпыс Қалиев, біз жас кезімізде не істемедік десеңізші. Жүріңіз, көлікке отырыңыз, мен сізді үйіңізге жеткізіп салайын. Сонымен қатар қазір не бітіріп жүргенімді айтайын». Зейнеткер келісіп, олар жолда келе жатқанда, Әрсен оған қазір бір бизнеспен айналысып жатқанын, жиһаз жасаумен де айналысатынын айтты. Қария оны осындай жетістікке жеткені үшін мақтады. Содан соң өзінің қиындықтары туралы кездейсоқ айтып қалды. Алпыс ақсақал үйін тонап кеткенін, зейнетақысын, отбасылық құнды жәдігерлерді ұрлатып алғанын айтты. Полиция келді, бірақ әлі күнге дейін ештеңе таппады. «Уайымдамаңыз, мен сізге көмектесемін. Мен сізге қарыздармын. Сіздің маған көп көмегіңіз тиді. Егер қарсы болмасаңыз, мен сізді бір күні өз үйіме қонаққа шақырғым келеді. Айтпақшы, ұлыңыз Ғалым қалай?» Бұл зейнеткер үшін ауыр тақырып болды, бірақ ол ұлының өз отбасымен тұратынын және олар қазір сирек араласатындарын айтты. Сондықтан ол басқа ештеңе айтпады. Әрсеннің бұл әңгімесіне қарт адам ренжігендей көрінді. «Ұлыңызбен қарым-қатынасыңыз жақсы емес сияқты. Маған қатысы жоқ нәрсені сұрағаным үшін кешірім сұраймын. Одан да ұрлық туралы сөйлесейік. Қазір дүкенге соғайық, содан кейін сіздің үйге барып шай ішейік». Әрсен дүкеннен қарияға 2 сөмке азық-түлік сатып алып, олар зейнеткердің пәтеріне барды. Әрсен пәтердің жартылай бос тұрғанын, әрі тым қарапайым жиһаздарын көріп,
қатты таң қалды. «Үйіңіз өте қарапайым екен», деді ол. «Сіз сияқты зейнеткер адамдардың аз зейнетақыға күн көріп отырғандары өкінішті. Мысалға сіз 30 жылдан астам уақыт бойы өміріңізді арнап, қарапайым жас жігіттерден нағыз ер азаматтарды тәрбиелеп шығардыңыз. Ал енді сол еңбегіңіздің зейнетіне шалқып өмір сүре алмайтыныңыз қандай өкінішті». Олар шай ішіп отырғанда Арсен атадан ұрылардың не ұрлағанын, қандай шығын келтіргендерін сұрады. Алпыс ақсақал зейнетақысы мен отбасылық құнды заттарының жоғалғанын қайталап айтты. Содан соң ол үйінен әдемі тереуіш тауып алғанын есіне түсірді. Оны қалтасынан алып шығып, зейнеткер Арсенге берді. «Мен мұның қандай көмегі боларын білмеймін. Меніңше бұны ұрылардың бірі түсіріп алған сияқты. Бізде мұндай тереуіш ешқашан болған емес. Әрі бұл әйел адамға тиесілі болуы керек деп ойлаймын. Олай болса, ұры әйелдердің арасынан іздеу керек болды ғой». Арсен қолындағы тереуішке қарап, «Жарайды, мен оны өзімен бірге алып кетейін. Бұл туралы бірдеңе білуге тырысамын. Алпыс ата, шынымды айтсам, менің әлі күнге дейін бұндай істер туралы жақсы білетін адамдар арасында таныстарым бар. Мен әрине барлық құпияны аша алмаймын, бірақ сіздің заттарыңыз бірнеше күннің ішінде өз орнында болады деп уәде беремін. Әзірге міне, мынау ақшаны ала тұрыңыз. Сізге біразға жетеді». Қария алғашында бұл ақшаны қабылдағысы келмеді. Арсен алмасаңыз ренжимін деген соң алмасқа амалы қалмады. Жарты сағаттан кейін зейнеткер оны шығарып салды. Қарияның жаны тынышталды. Қиын сәтте оған көмектесетін адамның табылғанына қуанды. 5 күннен кейін алпыс ақсақалдың есігін біреу қақты. Ол ешкімді күтіп отырған жоқ еді. Содан соң Арсен келген шығар деп ойлады. Бірақ жоқ. Есікті ашқан кезде табалдырықтың жанында қара пакет жатты. Жан-жағына қарап еді, бірақ ата ешкімді көрмеді. Содан кейін ол пакетті алып үйіне кірді. Басқа нәрселерге қарағанда барлық отбасылық құнды жәдігерлердің табылғанына қатты қуанышты болды. Арсен өзінің таныстары туралы бекер айтпағаны белгілі болды. Ол ұрыларды шынымен де тауыпты. Бір кездері жасаған жақсылығын ешқашан өтеусіз қалмайды. Бір кездері алпыс ақсақал оны түрмеге түсуден құтқарып қалды. Ал оның бұрынғы шәкірті ұрыларды ұстап алып жазалап, ұрланған заттарының бірін қалдырмай қайтарып берді. Соңы. Құрметті тыңдарман, егер әңгіме ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркелуіңізді сұраймын. Және де әңгіме тыңдағанды жақсы көретін таныстарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Мені қолдайтын әр оқырманыма мың алғыс.